Қайырлы күн, әріптестер, қадірлі көрермендер. Біз бүгін әдет подкасттың кезекті эпизод түсіріп жатырмыз. Бүгін әдеттегідей сіздермен байланыста мен Жолдас Өрісбай және әріптесім Ақсәуле Әлжан. Бүгінгі негізгі тақырып осыдан бірнеше күн бұрын болған оқиға байланысты. Шымкент қаласының әкімі Астанаға келіп, өз жұмысына қатысты есеп берген. Сол кезде тізімде бірінші болып сұрақ қойғандардың бірі Бақытжан Көкбаев деген журналист болды. Ол сұрағы әкімге комплимент сияқты естілді. Себебі Аллаға және президентке рахмет, осындай азаматты әкім етіп сайлағанға деген комментарий берген болатын. Соның өзі біраз кәсіби ортада талқыланды. Ал сол жиын өткеннен кейін әкімді тоқтатып алып сұрақ қойғысы келген журналистерге дәл сол Бақытжан Көкбаев кедергі келтірді. Кедергі келтірген кезде кәдімгідей әкімнің жағына өтіп, жаңағы ыңғайсыз сұрақтарды журналистердің қоймауына негіз болғысы келді, солай кедергі келтіргісі келді. Арасында мен шенеунікпін, мен бұрын шенеунікпін, мен сіздердің сұрақтарыңызға жауап берейін деген сөзде бір өте қисынсыз болды, және ол этикаға да сай болған жоқ. Егер ол журналист болса, шенеуніктің жағын жақтап, оны қорғаштауы этиканы өрескел бұзады деуге болады. Осы жерге мына видеоны көрсетіп жіберейік, содан кейін жалғастырамыз. Негізі біздің Шымкент қаламыз сізге келгенге дейін бір үлкен ауыл сияқты дамып бара жатқан. Өзіміз ұялатында мегаполис дегенге. Қазір сіз келгелі бері қала дамыған шетелдегі мегаполистер сияқты өзгерісіп жатқанда қатты қуанып жатырмыз. Тұрғындардың уайымы, қаламызды сондай көркейтіп, еңбек сіңіріп келе жатқан әкіміміз ертең басқа жаққа кетіп қалып, біз жетімсіреп қалмаймыз деп қорқады. Енді жаңағы жалпы енді маған дейін болған кісілер де, менің әріптестерім де барын салып қызмет еткен, қалаға көп нәрсе селінген өзіңіз жақсы білесіз. Оларға әрине бағаны халық береді. Енді басқа біздің қаншалықты жұмыс істемейтінімізді оның президентіміз бізді тағайындады. Енді президентіміз шешеді. Енді қанша болсам сонша еңбек ете береміз. Аллаға және президентке рахмет, сізді бізге әкім қылып сайлаған. Вы же не пресс-секретарь, успокойтесь, пожалуйста. Слушайте, вы вообще кто, чтобы регулировать? Вы журналист или пресс-секретарь? Да, я такой журналист, я тоже хочу задать вопрос. Давайте. Уберите, уберите, пожалуйста, этого человека. Сейчас, извините. Человек нам мешает просто. Я чиновник, да, бывший чиновник, да. Причем, давайте я вам дам интервью, давайте. Келіңіздер. У нас... 10 минут қалды уже. Слушайте, это что за цирковой артист? Жоқ, мен сенің беделіңді, маған беделді көтерудің мүмкін. Кто он вам, простите, что за цирковой артист? Он такой журналист, как бы. Не, ну а что, почему он себя так ведет тогда? Мы же к вам вопросы задаем, а не Так как вы хотите, я могу. Кішкене бэкграунд беретін болсақ, Бақытжан Көкбаев ол осыған дейін жаңағы салық департаментінде жұмыс істеген көрінеді. Бұрынғы шенеуніктің деген сол болса керек. Ол туралы көп ақпарат жоқ, бірақ бірнеше медиада солай жазылған екен. Ал оған дейін 2019 жыл мысалға президент болуға да жаңағы ықылас білдірген екен. Қазақстанның интернационал қозғалысы деген ұйымның өкілі ретінде сөйлепті. Президент болсам армян геноцидін мойындаймын деген екен. Жалпы интернационал қозғалысының өкілі ретінде елдегі ұлтшылдыққа қатысты қарсы сөз сөйлеген ұстанымдарын айтқан кездер болған екен. Одан кейін Бақытжан Көкбаев ақпарат агенттігі деген ұйымды құрып, сөйтіп белсенділікпен айналысқан. Бірақ енді оның контекстіне келсек, әрине журналистік принциптер қаншалықты сақталған деген сұрақ туындайды. Кейде провокациялық сұрақтар қояды, мысалы оның жариялаған видеоларын көрдік. Кейбір жерлерде мысалға халықты бөліп жаратын элементтерді қолданады. Және макракинг журнализм дейді, мен деп, біз деп сөйлейтін элементтер көп. Мысалы біз әдетте журналистер бейтарапты сақтау үшін үшінші тараптан сөйлеуге тырысамыз. Жолдас барлығын жақсылап түсіндіріп айтып бердіңіз. Мен ол кісі туралы бұрын естімеген екенмін, сондықтан
маған қызық болды. Енді барлық медиасын соңына шейін қарап шығуға уақытым болған жоқ. Бірақ шет жағын қарап көрдім. YouTube'да арнасы бар екен, Instagram'да 37 мың оқырманы бар. Бірақ біздің шығарылымды тек қана Бақытжан Көпбаевқа арнамайық деген ұсыныс айтқым келіп отыр. Жалпы сол кісінің үлгісінде журналистика мен блогерліктің арасындағы жатқан айырмашылық бар ма, ұқсастық бар ма, қазір блогерлер журналист па, журналистер блогер ма деген сұраққа жауап беріп көрсек. Екіншіден, ол кісінің жаңағы Шымкент қаласының әкімі ғой, жаңағы видеода болған. Шымкент қаласының әкімімен арасындағы қарым-қатынасының бір жақындығын көріп қалған сияқты болдым. Екінші тақырып ретінде, екінші тармақ ретінде мүдделер қақтығысында айта кеткеніміз жөн сияқты. Яғни журналист өзінің объектімен, журналистік нысанасымен қандай да бір жақын қарым-қатынаста болса қалай жұмыс істеу керек деген сияқты. Және үшінші мәселе, жаңағы сіз өзіңіз айтып отырған провокациялық сұрақтар қою немесе журналистика тілі, соны да қозғап кетуге болатын сияқты. Сондықтан қалай ойлайсыз, Жолдас? Келіссеңіз? Жалпы мен бұл сұрақтар неге қойып отырмын? Бақытжан Көпбаев ол журналист па, жоқ па? Қалай ойлайсыз? Және ол сияқты басқа да активист адамдар. Негізі өте актуалды мәселе, ол журналистика мен активизмді ажырата білу. Мысалы, біздің қоғамда көп журналистер кейіннен белсенді болып кетіп жатады. Әрине оған әртүрлі себеп бар. Олар, мысалы, журналистер өз жұмысына қатысты кейде қысын көрген кезде активизмге олардың жұмысы ұласатыны белгілі. Кейбір жағдайларға түсініспен қарауға тырысамыз. Бірақ жалпы этикалық тұрғыдан қарасақ, журналист бейтарап ақпарат таратуды мақсат ету керек. Одан артып, жаңағы белсенділікке басып, бір мәселелердің бір жағында тұрып сөйлегені, ол оның бейтараптығын бұзады. Сондықтан ол журналистика принципінен шығып кетеді. Сондықтан активизм элементтерінен барынша аулақ болу керек. Дәл бұл кісіге келетін болсақ, оның жүргізетін жұмыстарына қатысты, кешегі Шымкент әкіміне қойған комплиментарды сұрағына қатысты мен ол кісіні журналист деп айта алмаймын, өкінішке қарай. Мен жаңа кәсіби ортада да көп байқадым, жаңа посттар жазылды журналистер тарапынан сыни, тіпті ресми медиа ресурстар жазу кезде журналист деген сөзді тырнақша алып жазды әріптестер. Яғни журналист деп ол кісіні қабылдай алмайтынын да байқап отырмыз. Мұндай элементтер бола береді, бірақ енді ол кісі өзінің журналистпін деп таныстырады. Барлық жиындарға журналист ретінде қатысады және өзінің ақпараттық агенттігі бар екенін айтады. Бірақ қаншалықты этиканы ұстануы мәселе. Осы жердегі ең маңызды сұрақ, блогерлер, енді ол кісіні активист деп те айтамыз ба, білмеймін, блогер деп айтамыз ба, өйткені көбінесе ол қолына микрофон ұстап алып, кез келген жерге барып, өзінің бір пікірін білдіріп, өз атынан сұрақтар қойып, содан жауап алуға тырысады екен. Журналистика мен блогерліктің арасындағы қазір айырмашылық өте азайып бара жатқандықтан, қазір біз тек қана өзіміздің шағын подкастта бір үлкен бір журналистикаға қатысты экзистенциалды сұрақты талқылайын деп отқан сияқтымыз. Шын мәнінде қазір кім журналист деген? Бақытжан Көпбаев журналист па, жоқ па? Өйткені біздің подкастымыздың да мақсаты ол журналистік этиканы талқылауға. Егер Бақытжан Көпбаев журналист емес болатын болса, бұл талқылаудың өзінің ешқандай мағынасы болмай қалады да. Өйткені ол кісі этикалық стандарттарды қалыпты жағдайда ұстап отыруға, сонымен жұмыс жасауға ешқандай да коммитмент жасаған жоқ, айтқан жоқ, мен журналистпін, мен жаңа жоғары этика стандарттарын ұстаймын деген. Яғни әлгі дәрігерлер, біз дәрігер кім дегенде Гиппократ антын берген адамдар дәрігер деп айтамыз ғой. Сол сияқты журналистерді сол Гиппократ ант сияқты бір журналистік этикалық стандарттарға өзінің бір бағытын алып айту керек шығар, ең басында, жұмысының басында. Сондықтан жалпы журналист дегеніміз кім десек, ол ақпарат беруші, ақпаратты іздеуші және оны таратушы. Бұл жағынан қарайтын болсақ, блогерлерде ақпаратты іздеп, ақпарат тарата алады. Және журналист дегеніміз аудиториясы бар адамдар, блогерлердің де аудиториясы бар. Яғни бұл жерде меніңше
біз журналистік этиканы талқылаған кезде қолда микрофон ұстап жүріп халықтың атынан сөйлеп қандай да бір сұрақтар қойып оған жауап іздеп жүрсе оны және өзін журналистпін деп атайтын болса, демек бүгінгі подкастты талқылауға барлық құқығымыз бар шығар деп ойлаймын. Ол кісі өзін журналистпін десе, демек журналистік этика жағынан талқылайық. Бірақ негізінде жалпы бізді журналистикаға қатысы жоқ адамдар тыңдап отыратын болса, сәл-пәл өзімнің пікірімді білдіре кеткім келіп тұр. Журналистикада көбінесе өз пікірін білдіру аз болып жатады. Әрине, пікір журналистикасы деген үлкен бір бағыт бар. Біз оны айтып тұрған жоқпыз. Өздеріне жаңағы репутациясын жинаған, көптеген жылдар бойы тәжірибелі жұмыс жасаған, айтары бар, өз пікірі бар журналистер пікір журналистикасында колумнист болып жазып жариялай алады. Бірақ жалпы журналистиканың көп бөлігінде өздерінің пікірінен көрі нақты факты, нақты шындықты іздеп, соны жеткізу бар, иә. Ал блогерлікте одан көрі өздерінің пікірін білдіру бар. Инфлюенсер дегенде тағы бір термин шықты, бірақ инфлюенсерлерді көбінесе бір жарнама, маркетинг жағына, қандай да бір тауарларға жарнама жасау, бір қолдау көрсету сияқты сол жағынан қарайтын болсақ, оларды журналистикадан алыс деп есептейміз. Бірақ Бақытжан Көпбаев соған қарағанда блогер журналист, не журналист блогер деп айтуға болатын шығар. Бұл жерде өзінің пікірін көбірек көрсетіп тұр. Жақсы. Ендеше ол кісіні талқылаймыз, ол кісінің жұмысын талқылаймыз дедік, бірақ бұл жерде тек қана ол кісі емес, жалпы сол сияқты әрбір өңірде менің білуімше осындай жаңа журналистер бар. Яғни олардың кәсіби журналистикалық білімі жоқ, бірақ қазір техниканың дамыған заманында кез келген адам телефонмен телеканал аша алады, иә. Сондықтан олар барып, кез келген жерден ақпарат іздеп көрсете алады. Сондықтан Бақытжан Көпбаев сияқты тенденцияны талқылауды ұсынып отырмын жолдас бүгін. Екінші сұрағы, жаңағы мына әкіммен байланыс, әкімге айтқан сөздеріне қарап, жаңағы екінші видеода көрдік, былай әкім де ол кісіні танитын сияқты болып қалды, иә. Бәке деп айтты ма бір жерде, сондай бір мүмкін болды ғой. Бәке деп айтып, яғни ол кісі мысалға жолдас, сіз Шымкент қаласының әкіміне барсаңыз, ол сізге Жәке деп айтуы мүмкін ба? Мен сізді таниды ма деген ғой? таныс емеспін, және ол Жәке деп айтпайтын шығар. Жәке деп айтқанның өзінде мен ол кісіге субординация сақтаңыз деп ескерту айтар едім. Соған қарағанда ол Бақытжан Көпбаевпен қандай да бір таныстығы бар деген жаңағы сондай ой болжам жасап отырмын. Иә, өйткені жалпы Шымкент қаласында ол кісіні көп шенеуніктер жақсы танитын сияқты, бір базардың бастығымен жаңа сөйлескен бір сұхбатын көрдім. Ол да сіз Бақытжан деп жаңағы біліп отыр. Соған қарағанда ол кісі бір жақсы жеке қарым-қатынас жасаған сияқты. Ал біз барлығымыз білеміз, журналистикада мүдделер қақтығысы деген бір принцип бар, яғни мүдделер қақтығысын болдырмау принципі, иә. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз, мысалға, жаңа дәрігерлерді айтып кеттім ғой, мысалға хирург өзінің анасына немесе жақын құрбысына, жақын досына операция жасамайтын сияқты, өйткені қолы дірілдеп кетуі мүмкін ғой, иә. Хирург, менің білуімше, хирургтар өзінің туған туысына операция, басқа адамдар болмай бір қандай бір emergency жағдай болып жатпаса, жалпы өздерінің туған жақын жолдастарымен жұмыс жасамайды, иә. Сол сияқты журналистерде мүдделер қақтығысы туындайтын болғандықтан, өздерінің жақын отбасы мүшесі, жақын досы, немесе тағы да басқа қарым-қатынаста болған адамдар туралы журналистік материал жазбағаны дұрыс деп есептелінеді. Өйткені, мысалға, менің әкем Шымкент қаласының әкімі болса, мен журналист болсам, мен ол кісі туралы шынайы объективті материал жаза қоюым екіталай, өйткені ол менің әкем, иә. Сол сияқты мүдделер қақтығысы да осы жерде болып тұрма деп ойлаймын. Ол туралы жолдас сіз жақсы жазып жүрсіз. Осы Фейсбукта мен бірнеше рет сіздің посттарыңызды оқығам. Біздің қазақ журналистикасындағы мемлекеттік органда жұмыс істейтін қызметкерлермен, шенеуніктермен жақын бір сондай жолдастық, серіктестік, бір олардың үйіне барып шай ішу, бірге тойға бару деген сияқты бір сондай әмпей-жәмпейлік бар екенін айтып жүрсіз, және ол неге дұрыс емес? Неліктен журналистерге шенеуніктермен дос болуға болмайды? Соны айтып кетесіз бе? Журналисттің негізгі бағыттарының бірі ол мысалы watchdog journalism ғой, яғни биліктегі қолында күші бар азаматтардың, қоғамдық қызметпен айналысатын шенеуніктердің жұмысын бақылап отыру, сырттай бақылап отыру журналист негізінде, иә. Демек, бізде сондай үлкен жауапкершілік бар. Биліктің жұмысын реттеп, солар бақылап, соларға
актуал сұрақтарды қоюымыз керек. Ал егер біз сол шенеуніктерменен тікелей ресми және бейресми араласатын болсақ, жаңағыдай жәке, бәке деп қарым-қатынасымыз тығыз болатын болса, субординация сақтамасақ, жұмыстан тыс мәселелерді де бір-бірімізге көмектесіп шешуге тырыссақ, тойына барсақ, тойын жүргізсек, мысалы журналист бола тұрып, тойында жаңағы жүргізуші болсақ, мұның бәрі сол мүдделер қайшылығын тудырады. Себебі сіз бейресми араласқаннан кейін оны дос ретінде қабылдай бастайсыз мысалы. Және бұл бейсаналы түрде сіздің жаңағы бейтарап түрде ақпарат таратуыңызға әсер етуі мүмкін. Менде көп жағдай болды, әртүрлі журналистпен сөйлескенде айтады, жоқ, мен оны саналы түрде бақылай аламын. Яғни менің бейтараптығым бұзылмайды дейтін журналистер де бар, бірақ мен айтам, бұл жерде біз ашықтық танытуымыз керек деймін. Мақұл, сен ойлауың мүмкін, саналы түрде мен оны араластырмаймын, бірақ бейсаналы түрде ол бәрібір ықпал етеді. Себебі біз журналист ретінде сторителлинг нарративін құрған кезде субъективті шешімдер қабылдаймыз. Сол кезде біз қоғамдық мүддені қаншалықты ұстана аламыз, соған келіп тіреледі мысалға. Және мұндай кезде редакция не істеу керек? Журналист мысалға өзі көтерейін деп жатқан тақырыпқа оның туысы, немесе сондай жақын досы, немесе сол жердегі бастық болып отырған азаматтың өзіне жақын екенін білсе, ол бірден редакцияға хабарлау керек. Мен мына тақырыпты алмай қояйын, себебі осындай туыстық жақындығым бар, бұл менің бейтарап ақпараттарға кедергі келтіруі мүмкін, сондықтан басқа журналистке бұл тақырыпты тапсырсаңыз деп біз редакцияның ішінде ашықтық танытсақ, бұл редакцияның беделіне де кейін нұқсан келмеуіне негіз болады. Қазақ қоғамында өкінішке қарай бұл бар. Этика стандарттарында мүдделер қайшылығы деген өте сирек көтеріледі. Тіпті мысалға журналистердің өзі биліктен сыйлық алғаны, мұның өзі де мысалға мүдделер қайшылығын тудырады. Жаңағы оңтүстіктегі бәке-жәке деген қарым-қатынас тіпті үлкен қаланың әкімі журналистке солай бәке деп сөйлегені және оның қорғаштап тұрғанына ешқандай қарсылық білдірмегені, мысалға ол әкім ретінде айту керек еді. Жаңа Бақытжанға да мысалға, сіз тоқтай тұрыңыз, мына кісілер сұрақ қойсын, мен өзім жауап берем деп өзі араша түсу керек еді мысалы әкім. Бірақ ол араша түскен жоқ. Бақытжан Көпбаевтың араласып солай кедергі келтіргенін іштей әкімнің өзі де жаңағы қолдап отырған сияқты болды. Соның кесірінен мысалға сұрақ қойғысы келген журналистер ол кісіге сұрақ қоя алмай қалды мысалы сол жерде. Бұл мүдделер қайшылығын тудырады, біз оны актуалды екенін мойындауымыз керек. Субординация сақтау кәсіби ортада ең үлкен мәселелердің бірі ретінде қарауымыз керек деп ойлаймын. Жолдас, 100% қосыламын. Және сіз ер азаматсыз ғой, мен қыз бала әйел жынысынан болғандықтан, жалпы қазақ журналистикасында қыздардың жағдайын айтқым келіп тұр. Мен өзім жас қыз болған кезде, студенттік кезімнен бастап жаңағы қалалық телеарнада жұмыс істеп, сұхбат алуға бір нәрсеге барған кезде, үлкен-үлкен ағалар тұратын, депутат болсын, министр болсын, бір сондай жазушы, бір қоғам қайраткері болсын. Соларға біз қазақы тәрбиемен барып, бәленше аға дейтінбіз. Саламатсыз ба, бәленше аға? Осы сұрақ қоясың. Сол кездегі басынан өткендерімді қазір ақтарып отырып ойлаймын, негізі осы қазақ қоғамындағы біз дәстүрлі тәрбие әрине жақсы ғой, үлкенге сыйластық, үлкенге құрмет, аға, қарындас деп жаңағы жеңеше деп сөйтіп тұрамыз ғой, иіліп сызылып. Ол жақсы құрметтеу, бірақ ол үйде жақсы. Ал журналистикаға сол негізі зиян тигізеді. Қазақ журналистикасын құртып отырған бір принциптердің бірі осы аға қарындастық. Өйткені жас қыз келіп алдыңа микрофонмен аға деп тұрса, ол біріншіден ол психологиялық тұрғыдан, бұл психолингвистика. Аға деп тұрған адамға сен өте қиын бір сыни сұрақ қою, өткір сұрақ қою, өз пікіріңді білдіру. Өйткені бізде иерархия бар, көзге көрінбейтін, және ер адамдар сіздер оны байқай бермейсіздер. Жасы үлкен ер азамат қазақ қоғамында жасы кіші қызға иерархиялық жағынан, психологиялық тұрғыдан біздің барлық тәрбиемізден жоғары тұрады да, сосын ол журналистикаға зиян тигізеді. Сондықтан қазір мені жас қыздар, студенттер тыңдап отыратын болса, аға деп айтпаңыздар,
ол позицияға өздеріңізді қоймаңыздар. Сіздер кімге қызмет ететіндеріңізді біліңіздер. Сіздер ағаға қызмет етпейсіздер, сіздер қоғамға, халыққа қызмет етесіздер, иә. Сондықтан бірден жаңағы бәке сәке деген сияқты ғой негізі ағада. Бірден аты жөнімен мен тіпті қазір өкінемін, жасым 20-да болған кезде барып атымен аташы едім негізі. Сонда олардың көздері бақырайып, мүмкін маған салмақты қарайтын бе деп ойлаймын да. Жаңағы бірнеше бірдеңе ұлы деп айту, бәленше түгенше ұлы деп айтуға болады, немесе тіпті атымен де атауға болатын сияқты. Сонда сен өзіңді бірден тең дәрежеде қойып, тең оппонент ретінде көрсете аласың. Оппонент неге оппонент деп тұр? Негізінде жаңағы мына Бақытжан Көпбаевтың қылығының барлығымызды таң қалдырғаны, журналист кімге қызмет етеді? Журналист қоғамға қызмет етеді. Және журналистика үкіметке, шенеуніктерге енді әрине объективті болу керек, бірақ сол жағынан оппозиция жағынан тұру керек деп есептеймін өзім. Өйткені ол кісілерге мақтау айтатын адамдар жеткілікті. Билік онсыз да адамды бұзады. Қолында билік болған адамға айналасында бәке сәкелеп, майлап жүретін адамдар көп. Оларға шынайы халықтың жағдайын жеткізу үшін журналист одан аулақ болу керек. Жаңағы watchdog деп айтып кетті жолдас, ол мен қазақша қабаған ит деп аударам оны. Қабаған ит журналистикасы деп. Біз үрмесек, біз ит болып үрмесек, оларға жаңағы қоғамның атынан сөйтіп ит болып үруіміз керек, аға деп сызылып тұрмай. Сондықтан бұл субординация мәселесі өте үлкен мәселе. Бақытжан Көпбаевтың сізді қойған президентпен Аллаға рахмет деп айтқаны әрине артық болды. Ол тікелей жағымпаздану және журналистік стандарттарға сай келмейтін, этикаға сай келмейтін көрініс болды деп есептеймін. Менде осыған ұқсас жағдай бар. Жаңа өте дұрыс айттыңыз. Біз бәрі дәстүрлі қоғамда, дәстүрлі отбасында консерватор көзқараспен өстік қой. Сондықтан мысалы мен өзім оңтүстіктемін. Оңтүстікте тіпті біз аға деп, бір жас үлкен кісі болса да аға дейміз, тіпті 1-2 ай үлкен болса да аға деп үйренгенбіз мысалы отбасында. Мысалы мен осы жақында Ғалым Байназаров деген экономист, ұлттық банкті басқарған кісіден сұхбат алдым. Өте үлкен кісі, 90 жылдары бірінші ұлттық банкті басқарған, теңгені айналымға енгізген. Соны мен сұрақтарды дайындап отырып, сөзді бастар кезде мен есімде сақтап отырдым. Мен қазір бастаған кезде Ғалым Байназарұлы деп айтамын деп есімде сақтап отырдым да, бірақ камералар қосылып сөйлеп кеткен кезде ғалымаға деп айтып жүрмін автоматты түрде. Мен мысалға бұл да сол біздің дәстүрлі қоғамның тәрбиесі екенін, содан екен деп мойындаймын. Мысалға мынандай жағдай болды. 2018-де информбюрода істеп жүргенімде зейнетақы қорының бір жиынына бардым. Сол кезде зейнетақы қорының дағы сыбайлас жемқорлыққа қатысты өте үлкен даулар болып жатқан. Сөйтіп соған жиынға барып отырып, мен бір қордың жаңағы шетелге инвестициялануына қатысты қаражаттың сондай бір сұрақ қойып едім. Жаңағы қордың жетекшісі сұраққа жауап бергісі келген жоқ. Мен сосын қайталап сұрақты қойып едім. Сол жерде жаңағы зейнетақы қорының баспасөз қызметінің басшысы отыр екен. Ол үлкен кісі екен негізі. Зейнет жасына жақындап қалған кісі екен. Мен ол жерде 24-25 жастағы журналистпін. Сол маған ол былай деді: інішек, сен ресми хат жаз, содан кейін біз саған жауап береміз деді. Сол кезде мен ашуым келді. Мен айттым: сіз менің әкемнен де үлкен болуыңыз мүмкін, бірақ сіз маған інішек деп айтпаңыз. Біз қазір кәдімгі үлкен жиында отырмыз, және мен сіздің ініңіз емеспін. Маған журналист ретінде субординация сақтап сөйлеңіз деп айтқаным есімде. Яғни біз солай өз субординациямызды өзіміз сақтамасақ, кейде шенеуніктерде баса көктеп кіріп, біздің жаңағы шекарамызды бұзып, сені іні деп, сені жаңағы төмендетіп, қарындасым деп сізді төмендетіп, сіздің жаңағы қоғамдық қызметіңізге да кедергі келтіруі мүмкін де, мысалға. Иә, психологиялық тұрғыдан да тіпті қиын. Біреуге аға десең болды, апа аға десең бітті, одан кейін қазақпыз ғой, психологиялық тұрғыдан біз оны сыйлаймыз. Енді қой үлкен ғой, не қыласың, үндемей-ақ қой деген тәрбиемен өскен адамбыз да. Есіме түсіп отыр, қазір бір компанияның аты есімде жоқ, бірақ Кореяның авиакомпаниясы, мүмкін естіген шығарсыз, осы 20-шы ғасырда бір жылдары ұшақтары аварияға көбірек түсе берген, ұшақтары құлай берген бір кәріс авиакомпаниясын естіген шығарсыз.
соны барлық адамдар зерттесе, жаңа қара жәшіктеріндегі аварияның алдында сөйлеген сөздерін барлығын зерттейді ғой. Неліктен бұл компанияда көп авария бола береді деп. Сөйтсе, кәрістің дәстүрлі иерархиясында жасы үлкенге ғана емес, лауазымы үлкен адамға деген үлкен құрмет бар екен. Яғни бастық сенен бір шен үлкен болса бір адамның, сен оған ештеңе айтуға құқың жоқ деген сияқты. Яғни айта алмайсың. Өте қатты миларына сіңіп қалған, психологиялық тұрғыдан бойларына сіңіп қалғанда. Сөйтіп, екінші пилоттар бірінші аға пилоттардың айтқан шешімдеріне қарсы шыға алмайды екен. Ал әдетте авариялық жағдайда аға пилот болады және екінші пилоттар, олар кәдімгі ақылдасып отырып, екінші пилот өзінің пікірін айтып, мынадай былай істейік деген сияқты, жаңағы бір бас жақсы, екі бас одан да жақсы деп авариялық жағдайдан алып шығуы мүмкін. Ал ол жағдайда кәріс авиакомпаниясының екінші пилоттары үндемей отырады екен, өйткені иерархияның бойға сіңген сондай, олардың айтқан шешімдері дұрыс деген сияқты. Сол сияқты журналистикада да солай, біздің бойымызға қатты сіңсе де, бірақ қоғамның мүддесін есімізге ұстап отырып, ол кісі ұнауы мүмкін, шенеунік ретінде, аға ретінде, бірақ бәрібір бір өткір сұрақтар қою керек болса, қойған дұрыс. Орыс тілді журналистикада ондай проблема жоқ, иә. Бір жақсысы. Тек қана қазақ тілді журналистикада сияқты, өйткені орыс тілінде ондай аға деп айтпайсың ғой ешкім. Иә. Сосын бір мысал келтіре кетейін. Мысалға, CNN-нің жаңағы прайм тайм уақытында шығатын Крис Куомо деген журналисті болды. Оның ағасы Эндрю Куомо Нью-Йорк жаңағы штатының губернаторы болды. 2020 жылдары ковид кезінде, қателеспесем, жаңағы губернаторға қарсы харасмент істері айтылды. Көптеген әйелдер жаңағы ашық түрде шығып, мәлімдеме жасады, маған харасмент жасады деді. Сол кезде Эндрю Куомо бейресми түрде оның әкімшілігі хабар естеді. Хабарда жаңағы тағы 2 әйел медиаға шығып, жаңағы харасмент туралы айтады деген ақпаратты бейресми естетті. Сосын Эндрю Куомо өзінің туған інісі Крис Куомодан сұрайды екен. Осындай ақпарат шығып жатыр, 2 күннен кейін 2 әйел шығып сөйлейтін сияқты. Менің заңгерлерім олармен сол медиаға шықпай тұрып сөйлескені дұрыс сияқты. Сен енді медианы артта жүрсің ғой, сен тауып берші, өз байланысын, өз нетворкingін пайдаланып, маған олардың кім екенін тауып бер дейді. Крис Куомо соған келіскен ғой, иә деген. Кейін жаңағы губернатордың ісіне қатысты тергеу құжаттар жарияланған кезде, сол Крис Куомо, Эндрю Куомоның жаңағы телефондағы хат хабарлары да жарияланады. Сол кезде Крис Куомоның мүдделер қайшылығына келіскені, жаңағы жасырын мүддені, өзінің ағасының мүддесін қорғауға тырысқан белгілі болған кезде, CNN оны жұмыстан шығарып жіберді. Яғни мүдделер қайшылығын ұстау маңызды екен, біз осындай кейстерден ақ білуіміз керек те. Ол біріншіден Крис Куомоның абыройын түсірді, және оның өзі жұмыс істеп жатқан беделді телеарнадан жұмыстан қуылуына алып келді. Одан кейін оның беделі тіктелу ықтималдығы да өте қиын. Мысалы, қазір мен білуімше, Крис Куомо News Nation деген телеарнада жұмыс істеп жатыр. Ол кішкене оңшыл, ол жаңағы CNN-нен кетіп соған ауысты. Бақытжан Көкбаевтың кейсінде де, мысалға, кешегі Аллаға рахмет деген сөзінен кейін оны жаңағы кәсіби қауымдастықта оның беделіне қатысты бәрібір оның қайтадан журналист ретінде қоғамдық мүддені қорғауына қатысты күдікті сұрақтар көп болады. Халықтан да, кәсіби ортадан да оның беделіне қатысты, оның қайтадан қоғам қызметімен айналысады деген сенімді қайта тіктеу өте қиын болады деп ойлаймын. Осындай қателіктер біз жібермеуіміз керек, себебі журналистің негізгі миссиясы қоғамдық мүдде. Егер сізде жасырын туыстарыңыз, достарыңыз мүддесі болса, біз міндетті түрде оны ашық редакцияға айтып, ол жағдайдан хабар таратпауға шешім қабылдауымыз керек. Ағайынды Куомолардың кейсін күшті келтірдіңіз, рахмет. Кімге қызмет етеміз деген сұрақ қой. Мына қазір керемет Нью-Йорк штатының губернаторы дедіңіз, қазір Нью-Йорк қаласының жаңа әкімі Зохран Мамдани. Өте керемет харизмасы тұнып тұрған керемет жас жігіт.
соның әлеуметтік желісіне жазылдым. Қызық өйткені сіз де жазылған шығарсыз деп ойлаймын. Оған оның жаңағы обаянисына тоқтап тұру мүмкін емес. Ең бір мықты журналистердің өздері де тұра алмайтын сияқты. Өйткені ол ішкі шынайы да, ішкі дүниесі көрініп тұр. Енді көрейік қаншалықты билік оны қай уақытта тез бұзады екен. Бірақ кішкентай балаларға сұхбат беріпті. Сонда жаңа кішкентай бала сұрайды, сіздің бастығыңыз кім? Мэрдің бастығы кім дегенде ол былай деп жауап береді: менің бастығым сен дейді. Сен менің бастығымсың, өйткені сен Нью-Йорк қаласының тұрғынысың дейді. Сондықтан Бақытжан Көпбаевқа осыдан үлгі алу керек. Ол әкімді сайлаған Құдайға рахмет айтпай, керісінше Шымкент қаласының барлық тұрғыны ол әкімнің бастығы. Сондықтан сол позициядан қарап, сол позициядан сұрай білу керек, бастық ретінде сен бүгін жұмысыңды дұрыс жасадың ба деп. Осындай әліппе деңгейіндегі нәрселерді айтып отырғанымыздың өзі қызық болып кетті. Тағы бір айта кететін мәселе, мен бұл жерде спекуляция жасағым келіп отырған жоқ. Олардың қарым қатынасының қандай екенін білмеймін. Мүмкін жай ғана Бақытжан Бәке деп мүмкін жаңағы патриархалдық дәстүрлі қоғамда өскесін айтқан болуы да мүмкін, мен білмеймін. Бірақ негізінде мен дәл бұл жерде екеуін айтып отырған жоқпын. Жалпы онда тенденцияның бар екенін білем. Мына карманный журналисты дейді ғой. Яғни придворный, бұрында әлгі песцы, бұрында бір әлгі патша корольдердің сарайында бір солардың айтқанын жырлап отыратын бір жыршылар болған ғой, әдейі сондай. Солардың айтқанын айтатын, жаңағы. Сол сияқты бізде де придворный журналистер бар екенін естен шығармауымыз керек. Әрбір қалада, әрбір әкімдікте мемлекеттік телеарналар болсын, мемлекеттік басылымдар болсын, солардың редакцияларының ішінде бәрібір сондай придворный журналистердің бар екенін білеміз. Және олар өз қалауымен болсын, немесе шынымен сонда нұсқаулық келе ма, пропагандамен айналысатынын да білеміз, иә, журналистикамен емес. Яғни журналистикада тапсырыс беруші қоғам болса, пропагандада тапсырыс беруші қолындағы билік бар адам. Сондықтан бұл жерде журналистика мен пропаганданың арасындағы да мәселені байланысты осы жерде қарай кетуге болатын сияқты. Жай ғана мысал ретінде мен тағы да айтып отырып, Бақытжан Көпбаев пен Шымкент қаласының әкімінің арасында қандай байланыс, қарым-қатынас бар екенін білмеймін. Бірақ кейбірде біз сол биліктің қолшоқпары болып кететінімізді тіпті байқамай, жаңағыдай өзіміз байқамай қалып, сол қолшоқпарға айналып, әрқашан журналистер өздеріне сұрақ қойып отыру керек шығар. Мен кімге қызмет етемін, менің бастығым кім? Менің бастығым Қазақстан халқы, менің бастығым Шымкент қаласының тұрғындары деген сияқты. Иә, бұған қатысты бір қызық кейс есіме түсіп отыр. Жаңа айтқаныңызды қолдаймын. Негізі былай жасырын түрде мысалға тіпті тендер алып, тіпті жаңағы бейресми түрде былайша айтқанда сыбайлас жемқорлықпен айналысып, біреулердің, кейде шенеуніктердің, кейде бір үлкен жеке секторда азаматтардың беделін қорғауға тырысатын азаматтар бар. Олар өздерін кейде блогер деп таныстырады, кейде журналист деп таныстырады. Сырт көзге ол жасырын мүддесі кейде байқалмайды да. Мысалы, Азаттыққа осыдан бір жарым, 2 ай бұрын бір отбасы келіп өз мәселесін айтты. Мысалы, біздің редакцияға негізі күнде болмаса да әйтеуір арасында бір азаматтар келіп, өзінің жағдайын түсіндіріп, біз туралы хабар таратасыздар ма деп айтып отырады. Сол кезде осы оңтүстік жақтан бір үлкен анамен оның жаңағы 25-30 жастағы баласы келді. Олардың айтуынша, енді олар бір шенеунікпен, өңірдегі шенеунікпен бірігіп бір бизнес жасағысы келген. Ол жаңағы шенеунік өзінің несін бір бизнеске жаңағы мүмкіндік ашып берем деген бе, сосын бұл кісілер соған келіскен бе, сөйтіп бұлар көп ақша беріп жаңағы бизнесі жүрмей қалған. Сосын бұл айтады, бұл мәселе төңірегінде біз сотқа дейін бардық, сотта да жеңілдік, себебі жаңағы компанияның аты, бүкіл жаңағы үдерістің аты біздің атымызда болмады, біз жай ауызша келіскен едік деп алданып қалдық деп отыр да. Сол біз енді айттық ол жерде, сіз өздеріңіз де жалпы ол кісінің билігін асыра пайдалануына жол беріп отырсыздар, соған келіскенсіздер ғой. Біз ол жерде біз қалай бұл мәселені көтереміз деп сол жерде бір тоқтамға келе алмадық, ақыры ол туралы ақпарат таратқан жоқпыз. Бірақ бір қызық болғаны, ол кісі айтып қалды, осы оңтүстік жақта бір кісіні айтты, атын айтпай ақ қояйын. Біз сол кісіге шықтық, осы мәселемізді көтеріп бересіз бе, айтасыз ба деп. Ол танымал кісі екен, жаңағы әлеуметтік желілерде танымал.
ол айтқан маған бір 35 миллион теңге берсеңіздер, мен жаңағы жерге барып, бүкіл жаңағы тікелей эфирге шығып, барлық жағдайды көрсетіп, сол осы іске қатысты адамдардың бәрін сөйлетіп, солардан талап етіп, тіпті Астанадан бірнеше журналисті шақырып алып келіп, бүкіл Қазақстанға осы мәселені көтеріп бере аламын. Бірақ ол 35 миллион теңге тұрады деп айтқан. Бұл кісілер айтты, бізде ондай ақша жоқ, оларға шығуға. Содан біз қазір осылай Астанаға келіп, жаңа прокуратураға арызданып, осылай журналистерді аралап жүрміз деп айтқан есімде, солай есімде қалып қойыпты. Яғни жасырын түрде болса да осындай мәселелерді ақшаға көтеріп беретін, ол кейде қарапайым адамның мәселесі болуы мүмкін, кейде ол шенеуніктің мәселесі болуы мүмкін. Сондықтан бұл қай жақтан болса да бұл жасырын мүдде. Сырт көзге ол журналист болып көрінуі мүмкін, бір қоғамдағы актуалды мәселені көтеріп жатыр. Бірақ оның артында жасырын мүддесі болса, демек ол журналистік принципке қайшы деген сөз. Біз өзіміздің жұмысымызға қатысты да ашықтық танытуымыз керек қоғамға. Себебі аудиторияға түсіндіріп отыру өте маңызды. Мысалға NPR жаңағы Генри Форд қоры туралы, сол жердегі бір дау туралы мақала жазса, олар мақаланың ішінде міндетті түрде айтып өтеді. Форд қоры бізге жарнама берген деп. NPR-ға жаңағы қайырымдылықпен айналысып, жыл сайын осынша ақша беріп отырады. Осыны ескере кетіңіз мақаланы оқыған кезде. Біз өзімізге донат жасаған қорды сынап жазып отырмыз деген сияқты. Сондай транспаrenттік әрекет болу. Қаржы қайдан келді бізге деп. Маған сол NPR-дың соны ұнайды. Марк Цукерберг конгрессте жауап берген кезде олар сол туралы материал жасады радиода, мен радиодан тыңдадым. Сосын олар соңында айтты, бұл материалдың соңында біз сіздерге естеріңізге саламыз, Мета компаниясы бізге жарнама берген. Дәл қазір беріп тұрған жоқ. Бұдан бірнеше жыл бұрын жарнама орналастырған, сол туралы айтып тұр да. Яғни Мета компаниясы бізге қаржы құйды. Осы Марк Цукербергтің жағдайы туралы біз материал жасап отырмыз, ары қарай өздеріңіз шешесіздер деп. Де керемет журналистика. Бәрін айтып қамтыған сияқтымыз, жолдас? Меніңше бәрін айтып. Енді блогерлік пен журналистиканы... Бақытжан туралы, Көпбаев туралы. Блогерлік пен журналистика айырмашылығы айта беруге көп қой негізі бізде. Біз осыған дейін Әли Әшімнің кейсінде айттық қой, мысалы. Жалпы блогерлердің бәрі бірдей ұстанатын этика принциптері жоқ. Мысалға, мен өзім интернеттен таппадым, жалпы блогерлерге арналған принциптер жоқ. Ол әр блогердің өзінің моральдік таразысына салынған күйде шығады. Кейде ол блогерге айналған кісілер бұрын журналист болып істеген болуы мүмкін, Әли Әшім сияқты. Ол айналып келгенде бәрібір өзінің сол журналист кезіндегі принциптерін белгілі бір деңгейде ұстайды. Ал мүлде журналистикаға қатысы жоқ адамдар сондай танымал саяси инфлюенсерге, блогерге айналып жатса, олардың жаңағы моральдық таразысы басқаша болуы мүмкін. Сондықтан біз бәрібір ақпаратты таратушы кім деген сұраққа жауап іздеуіміз керек. Оқырман ретінде, егер хабарды алатын болсақ, мысалға бір жақты провокациялық бір дерек тарап жатса, онда бұның астарында кім бар? Не таратқысы келеді? Бұл блогердің өзінің мотиві бар ма? Бұлардың билікпен бір арақатынасы бар ма деген сияқты сұрақтарға жауап іздеуге тырысу керек. Ол ақпаратқа сенім артудан бұрын. Қазір қоғамда өзіңіз айтқандай актуал болып кеткеннен кейін солай көп ақпаратқа біз күдікпен қарап кейін зерттегеніміз дұрыс. Осы жерде жолдас өзімізге де қарайық. Бұл жерде кәсіби журналистің пайызы болуы да мүмкін де. Мысалға, жалпы блогерлік жаман, олар факті тексермейді деп қана қарамауымыз керек. Біз кейбірде мәселенің екі жағы бар ғой, таяқтың екі ұшы. Әрине дәстүрлі журналистика жақсы, бұл жерде жаңағы гейткипинг, олар редакторлар бар, редакция бар, кәдімгі этика тұрғысынан да басқа тұрғысынан да сүзгіден өткізіп, олар өздеріне қоғамға керекті деп өздері сөйтіп ойлайтын тақырыптарды ұсынады. Ал кейбірде блогерлер бір жаңа дем, жаңа бір қозғалыс беру мүмкін де, дәстүрлі журналистика көрмей жатқан нәрселерді көріп қалуы мүмкін осындай блогерлер. Өйткені олардың миында жаңағы шектеу жоқ, лимит жоқ, олар дәстүрлі журналистикаға қарағанда еркін. Сондықтан блогерліктің де бір жақсы жақтары бар, яғни бір
мысалға Американың өзінде алып қарайтын болсақ, Трамп не үшін жеңіп отыр? Дәстүрлі медиа тек қана өздерінің жаңағы солтүстік деп ғой, сол жаққа қарай бағытталған линзасымен қарап, көптеген адамдардың тынысын біле алмай қалды ғой. Көп адамдар подкастингке кетіп қалды. Жаңа подкастерлерге көбірек сенетін болды. Өйткені дәстүрлі медиа ол тақырыптарды көтермей қойды. Тіпті мына коронавирус кезінде вакцина туралы көп адамдар вакцина жасағысы келмеген, көп адамдар маска кигісі келмегенде, ал журналистер, дәстүрлі журналистер, ой, біз ғылымға сенеміз, маска керек, вакцина керек деп, тек қана сол жақпен жүрді де, көптеген аудиторияның өздерінен айырылып қалды. Ал жаңағы подкаст, блогер, тағы да басқа еркіндеу адамдар ондай пікірлерге орын берді, платформа берді, сөйтіп жұрттың сенімін жинады. Сондықтан Қазақстанда да біз журналистер этиканы білет, кереметпіз деп өзімізді мақтай бермей, блогерлердің де жаңа деміне ашық болайық деп айтқым келеді, бірақ ол блогерлерде негізі журналистика этиканы білсе жақсы болушы еді. Сондықтан қымбатты блогерлер, бізді тыңдап жатсаңыздар, журналистік этиканы сақтайық. Қымбатты журналистер, блогерлерге де мүмкін қоғамның бір дауыс бермей жатқан бөліктеріне дауыс беріп жүрген адамдар көрсек, оларды да қолдайық. Сөйтіп барлығымыз жақсы өмір сүрейік деп осындай жақсы тілекпен аяқтайық. Кетсем Ақсәле, тағы бір нәрсе айта кетейін. Өте дұрыс ескерту. Журналистер қателеспейді деп айтуға болмайды. Журналистер редакцияда қанша өзің айтқан гейткиперлер болса да, сіздің мақалаңыз бір емес екі редактордың қолынан өтсе де, кей деректер қате өтіп жатады. Оны мойындау керек. Оны ешкім жоққа шығара алмайды. Кез келген редакцияда ондай қателер болады. Бірақ блогерлерге келсек, мысалы блогерлердің менің ойымша оларға бір мынандай кеңес беруге болады. Мысалға ақш-тағы блогерлермен байқауымша міндетті түрде өз жобасына қатысты бір немесе екі факт-чекер алып отырады. Мысалға Джо Роганның подкасттарын тыңдасаңыз, факт-чекерлер. Мысалы анализ жасай алатын, ақпарат тексере алатын. Олардың ақшасы көп қой, олар миллиондап табады. Оларда ресурс көп қой. Бізде де мүмкіндігі болса, соған жүгінуі керек деп ойлаймын да, блогерлер. Мысалы блогерлердің арасында енді жақсы ақша табатындар бар ғой, соның ішінде бір сондай факт-чекерлер болған дұрыс та. Мысалға Джо Роган подкастта бір пікірді айтып отырады да, сосын кадрдың сыртындағы бір көмекшісін айтады, мына туралы ақпаратты жаңағы экранға шығаршы дейді. Сосын бірден жаңағы тікелей эфирде соны көрсетіп дәлелдеп отырады да. Яғни біздің блогерлерде сол факт-чекинге кішкене бой бұрса, мүмкін жаңағы фейк немесе бұрмаланған ақпараттарды өздері біліп білмей таратпай еді деп ойлаймын. Бірақ әрине ол жаңаша көзқарас, жаңаша блогерлік позиция болу керек. Ол қоғамда сұраныс болғаннан кейін пайда болып отыр ғой негізі. Дәстүрлі журналистиканың да кемшін тұстары бар негізі. Біз дәстүрлі фрейммен қарай берсек, дәстүрлі дегеніміз ол дәстүрлі қоғамның элементі емес. Дәстүрлі қоғам журналистика дегеніміз ол бұрыннан қалыптасып қойған редакциялық стандарттардың шеңберінде жүретін. Мейнстрим медиа деп айтады. Traditional media, мысалы, New York Times қазір одан алыстап кетуге тырысады. Мысалға, Vice News деген бар, ол... Алыстағылар келіп жатыр, бірақ күлкілі кішкене. Мысалға, Washington Post'ың TikTok аккаунтын қарасаңыз өте қызық. Яғни әзіл араластырып, жаңалықты 30 секундта жеткізуге тырысады. Бұл да бір жақсы бастама деп ойлаймын. Бұл жалпы ақпарат берудің неше түрлі тәсілін эксперимент арқылы сынап көру. Сондықтан бізде әрине блогерлерге қатысты жаңағы кері көзқарас болмау керек. Олардың сұранысы бар, оларға сұраныс бар қоғамда, олардың да жаңағы медиа нарықта ортасы бар. Айтқым келгені сол жаңағы барынша дұрыс бұрмаланбаған ақпарат таратуға тырыссақ, факт-чекерлерді қосымша жұмысқа алсақ, менің ойымша дұрыс болады. Бақытжан Көпаевқа рахмет. Сол кісінің арқасында тағы бір кездесіп, тағы бір талқылау жасап тастадық. Жыл соңына шейін бәрі тыныш болса, жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Келесі жылы кездескенше, оған дейін бір ойбай жаға ұстататындай жағдай болып жатса, мүмкін кездесіп те қалармыз, иә? Келсем, барлық оқырмандарымызға келесі жыл сәтімен басталсын деп тілеймін. Жаңа жыл құтты болсын. Ақсәле, сізге де жаңа жыл құтты болсын. Сізге де жаңа жыл құтты болсын, жолдас. Рахмет.